Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Абай облысы Абай ауданы білім бөлімінің жалпы білім беретін Қарауыл гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Құсман Өмірді Нұрланбекұлы. Мені бүгін сіздерге ұсынғалы отырған, бөліскелі отырған әдістемелік құралының көмекші құралының тақырыбы оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тиімді қолдану. Енді әдістемелік көмекші құралының мақсаты келесідей: білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану, сыни ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық коммуникативтік дағдыларды пайдалану, әртүрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану, топта және жеке жұмыс істеу ептілігі, проблемаларды шешу және шешімдерді қабылдауға, оқушы тұлғасынан үйлесімді қалыптасу мен даму үшін қолайлы білім беру кеңістігін құру, педагогикалық әдіс тәсілдер, құндылықты бағдарланған, әрекетті, тұлғалық бағдарланған, кіріктірілмелі, коммуникативті әдіс тәсілдер болып табылады. Оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында тиімді қолдану. Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі, түрінде берілген күтілетін нәтижелеріміз тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі, оқу мақсатына жетуге және оқушыларды алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын қалыптастыруға бағдарланған. Оқыту әдіс тәсілдері құндылықты бағдарланған тәсіл оқушының құндылықтар жүйесін қалыптастырушы, оқу тәрбиелік үдерісінің сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі таныту үшін алғышарттар құру. Әдістемелік құрамды қорыта келе, қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында сыни тұрғыдан ойлауға үйрету барысында мынандай қорытындыға келдім. Бірінші, оқушы өмірге деген өз ойын білдіру мүмкіншілігін біледі, жаңа білім бойынша өз жобалары, болжамдарын тыңдап талқылауды үйренеді, білімді өз бетімен алуға деген ынтасы, шығармашылық жұмыстарға қабілеті, танымдық белсенділігі артады. Білім дәрежесі деңгейін саралау, өзіндік талдау, бағалау деңгейін қалыптасады. Бір-бірімен ынтымақтастығы, пікірлерін айта білуге дағдыланады. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады да, осымен қатар өзінің және өзгенің пікірі мен тәжірибесін құрметпен қарауға үйренеді деген қорытындыға келер едім.